Қалдарыңыз қалай? Аман есен жүріп жатсыздар ма? Не жаңалықтарыңыз бар? Мен үйде отырмын. Айқынып өз дауысым өзімде шаршап кетем, жай айтайын. Бала шағаны сабай не? Сен тегі жаңа айттың ғой, носкині қайда екен? Мына өспей қаратады ғой. Әй, ана носкині тауып берші, әдем кеше жинадық қой құрсын. Айқайламайын деп отырмын, мына жақта. Елдің миы ашып отыр, мына елдің миы ашып қалған қазір. Менің айқайым құрсын, өздері де айқайлап шаршап отыр. Бала шағасын оқытып іш қазір. Тауып берші, айналайын, айқайламай-ақ қойын құрсын. Өстік қылдық қой. Кешке дейін бала оқытып, мына үйді жинап, қазір тамақты салып отырмыз. Басқа әңгіме айтайықшы құрсын тек. Біздің өңірде ойбай, қарап жүрген ешкім жоқ. Диванда жатқан, шемішке шаққаның, жұмыс істегенің, істемегенің, қоғаның, жүрген тұрғаның бәрі депутат боламыз деп алысып жатыр. Суреттеріне қарасам, қатта депутат бәрі. Қайып тұр, сұмдық. Лайым болып кетсін енді. Қой жүгіп болса, қой арам өледі деп еді. Құдай, қорқа бастадым мен кейде бар ғой. Мұнаның бәрі депутат болып кетсе, кімге депутат болайын деп жүрмін, мыналар деймін тегі. Болсын, аман болсын. Әйтеуір қайдан шыққандарыңызды ұмытып қалмасаңыздар болды енді аняқа барғаннан кейін. Ай, осы жалқауларды бекерге алып қалама деймін да. Онсыз да маяқта ұйықтап жатқандар көп бар. Шкен сол жағына келгенде ойланғанда болатын беді деген ой енді біздікі. Бізден ешкім ақыл сұрап отқан жоқ. Тыныш отырайық. Сонымен депутат болады енді жақында елдің барлығы. Ығайда, сығайда дайындалып жатыр. Болып кетсін. Кедейдің, не дейді, байдың малы байғұс қызғанықты болмасын. Қалдарыңыз қалай? Не қыматсыздар? Не жаңалықтарыңыз бар? Деп қояйыншы бір. Еріккен адамның айталадан орағыды, ұзағынан сығайтындай. Ерігіп отқанымыз жоқ, үйде сабақ оқытып отырмыз. Ана бөлмеде біреу, анаяқта біреу, кухняда мына екеуміз жайғастық. Әй, кел бер оқысайшы, бер отырсайшы. Не қылып жүрсің? Анашым, сіздің қоңырау жоқ, мектепте қоңырау болды. Керегі жоқ қоңыраудың. Сен өстіп отырып сағат 5-ке бірақ болады. Барасың. Басқа нәрсе айтайын деген. Ойбой. Елдің бәрі билікке баруға ынталы екен ғой, құрсын. Мәссаған. Кімнің тегі іші пыспаса, кім тегі өзін сұмдықпын деп санайды екен ғой, жұрттың бәрі. Депутат боламыз деп жатыр. Кішкене солар ойланбай ма екен, мен сол билікке мен керекпін ба? Өзі іріп шіріп жатқан саясаттың арасынан мен барсам не болады? Әй, жалпы мен сол билікте бірдеңе тындырам ба деп өзі ойламам екен, мен соған таң қаламшы. Өзінің отбасылық мәселелерін шеше алмай жүріп, жұрттың мәселесін қайдан шешеді деймін да мен. Мен ойлаймын, онда билікке төрт құбылас түгел, отбасылық мәселе жоқ, жалпы адамгершілігі мол, жан-жақты ойлай алатын, қоғамда орны бар адам барса Құдайдың жөні. Ал енді қоғамда орны жоқ, отбасымен ырың-жырыңы бітпей, артынан аққаны бар, мына жағынан жаққаны бар, оған не жоқ? Еліме менің зияным тимей ме екен, Құдай-ау деп ойлайтындар бола ма екен, а? Өзінің бизнесін дөңгелеткісі келетін де, кәшелегін сатқысы келетін де, үйінде жатқан да, алимент төлемеген де, анау-мынаудан қашқан да, бәрі депутат боламыз деп жатыр. Кәрі құтандар, мынау шалдарға не жоқ деймін ау. Ақылын тоқтатпай жатып, алимент төлемей жүрген не жоқ деймін ау. Анамен де, мынамен де бет жыртысып жүрген, түк тындырмайтын, елге бірде-бір пайдасы жоқ адамға не жоқ деймін ау. Ойлансаңдар құрсын. Біреудің орнынан 70-ау деймін, Құдай білет шатаспасын. Бәрін болағаңдар, біз отырайық осы. Бір-бірің басқаратын жүрсіңдер.